Баршаңызға сәлем. Бүгін о дүние мен бұл дүниенің оюларын шатастырып алмайық тақырыбында шағын сөз қозғағым келіп отыр. Суретші Ерлан Қожабаевтың айтуынша, тіршіліктің тоқтағанын білдіретін оюлар бар. Тірі адамға тіршілік белгісін білдіретін өрнектер ғана салынады. О дүниенің белгісін білдіретін оюды тірі адамға салып қойып жататын жағдайлар кездеседі. Бұлардың барлығын ажырата білуіміз керек. Суретке назар аударуларыңызды өтінемін. Шексіздік белгісін көріп отырсыздар. Сағат тілі жалпы ғаламшарлардың қозғалысы сияқты қимылдайды. Сондықтан осы дүниенің белгісін білдіреді. Керісінше, сағат тіліне қарама-қарсы айналып тұрған кескіндер ол дүниенің белгісі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі свастикалардың бәрі теріс айналып тұр. Бұл дегеніміз о дүниеде Тәңір әруақты қолдасын деген ұғымнан шыққан.